Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тауық қанатшаларын ерекше соуста пісіретін боламыз. Бұл видеоны көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және менің арнама тіркелгеннен кейін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеомды әрқашан үзбей және бірінші көретін боламыз. Ендеше кеттік. Бірінші біз тауықтарымызды маринадтап аламыз. Бірінші соевый соус. Енді үстіне 2 қасық бал. Енді үстінен тұз. Енді үстінен бұрыш. Енді паприка. Енді бәрін араластырамыз. Келесі үстінен чеснок салып араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз, және де 1 сағатқа қойып қоямыз. Қанатшаларымыз маринадталды. Енді біз оны формамызға тізіп шығамыз. Енді үстінен артылған соусты құйып шығамыз. Енді оны 200 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің тауығымыз дайын. Бұл тауықты жеген де арманда, жемеген де арманда. Иісі мұрнымды жарып баратыр. Егер де сіздерге менің рецептім ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де осы тауық туралы комментарийға пікір қалдырыңыздар. Мен оны міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.